Ассалаумалейкум достар. Бүгін міне Honda Odyssey автокөлігі печкісінің радиаторын тазалаттық, новый радиатор салдық. Енді доп насос, міне доп насос салынған. Сол доп насос прямой аккумуляторға жалғанып тұрады. Қазір электрикке келіп реле қойып, міне іштен қосылатын қылып жасап отырған жайымыз бар. Мұнда предохранитель қойылды. Жағдайлар болса, предохранительді açып жіберіп, ауыстырып отырасыз. Бұл доп насос қайдан қосылады? Мына жерге проводка шығардық. Оған мынаны қояды қазір. Керек кезде қосасыз, керек емес болса сөндіресіз. Прямой қосылғанның зияндығы өте көп, өйткені доп насос қызады. Қызғаннан кейін содан өрт пайда болады. Қазір фиксировать етіп кабельдерді ештеңеге мешать етпейтіндей, қызбайтындай қылып жасап жатырмық. Печкіні ауыстырдық. Кеше печкі деген арты жарамайды мүлдем. Короланың печкісін переделка жасап салдық. Астанада жоқ. Honda Odyssey'дің өзінің печкісі. Артқа бұл жерде екі печкі болады. Біреуі алдында, біреуі артында. Қазір машина деген керемет болды, ысыды. Енді мына дополнительный печкіға қойып жатырмыз. Сонымен бітеді. Қыстың қамын жазда ойла дейді. Біз қыстың қамын қыста ойлап жүрген жайымыз бар енді. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Әлде алда жақсы контенттер болады. Достарыңызбен бөлісіңіздер видеоны. Ұнаса, міне доп насосты осылай орнатады. Ни в коем случае прямой жалғамаңыздар, ескерту. Өрт содан пайда болады, қызады мынау. Жақсы сау болыңыздар.